қазақ поэзиясының қалыптасуына, дамуына, өсіп өркендеуіне ерекше үлес қосқан ақын Ғали Ормановтың туғанына 115 жыл толып отыр. Осыған байланысты бүгінгі республикалық деңгейдегі ақынның нұрлы әлемі атты республикалық семинарымызға қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые учителя и гости. Сегодня необыкновенный день, ведь сегодня мы собрались на республиканском семинаре, посвященном празднованию 115-летия поэта, писателя Ғали Орманова. Бүгінгі ақынның нұрлы әлем атты республикалық семинарымызға Астана қаласынан және республикамыздың басқа да аймақтарынан қонақтар шақырылды. Ендеше қадірлі қонақтарымызды таныстырып өтейік. Ғали Ормановтың жиені, Қазақстан Республикасы ұлттық музей директорының кеңесшісі Қырықбай Айдар Қырықбайұлы. Астана қаласы білім басқармасының басшысы Сенгазиев Қасымхан Сенгазыұлы. Астана қаласы қалалық мәслихатының депутаты, Тұран Астана университетінің ректоры, экономика ғылымдарының кандидаты Жапарова Гүлжамал Әлкенқызы. Астана қаласы білім басқармасының бас маманы Амангелді Асыл Амангелдиновна. Астана қаласы білім басқармасының бас маманы Арғынбекова Балым Мешітбайына. Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы жалпы орта және мектепке дейінгі білім беру бөлім басшысы Исематова Ақбота Бақытовна. Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы әдіскері Балкенбаева Карина Галиахметовна. Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы әдіскері Баганалинова Раушан Болатовна. Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы әдіскері Азимбай Нұржамал Каримбердиевна. Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылы атқарушы Дүйсебаев Айдын Саясатұлы семинарымызға онлайн қосылып отыр. Және де онлайн форматта Қарағанды облысы Асакаровка кенті Алихан Бөкейхан атындағы Тірек мектебі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Габдуалиева Жанна Болатовна да қосылып отыр. Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты нөмірі 93-ші жалпы орта мектебінің директоры Аширбекова Дана Артайқызы байланыста. Сондай-ақ Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Новоилинов жалпы білім беретін мектебі директоры Сметанина Елена Александровна да қатысып отыр. Сонымен қатар Астана қаласының мектептері де сыйлы қонағымыз болуда. Сондай-ақ Ғали Орманов атындағы нөмірі 7-ші мектеп гимназиясында бірнеше жылдар бұрын басшылық еткен директорлар да қонаққа шақырылды. Нөмір 19-ші орта мектебінің директоры Мендібаев Айдарбек Бөлекбайұлы. Нөмір 88-ші мектеп лицей директоры Айтова Жанат Тұрысбекқызы. Құрметпен қошеметтеп қояйық. Алғашқы сөз кезегін мектеп директоры Қазмұхамбетова Жанат Талғатқызына береміз. Құрметті қонақтар, құрметті әріптестер, қазақтың қара өлеңін кие тұтқан жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырларымен қалың жұрттың махаббатына бөлінген Ғали Ормановтың 115 жылдық мерейтойына аясында ақынның нұрлы әлемі атты республикалық семинарға қош келдіңіздер. Келесі сөз кезегі құрметті қонағымыз Ғали Ормановтың жиені Қырықбай Айдар Қырықбайұлына беріледі. Армысыздар құрметті мектеп ұжымы, құрметті оқушылар. Енді шын мәнінде бүгін өте қуанышты керемет жағдай деп ойлаймын. Осылай республикалық мұғалімдердің арасында семинар өтіп отқаны, оның өзі осы қазақтың көрнекті ақыны Ғали Ормановтың осы біздің қазақ халқына сіңіріп кеткен еңбегін насихаттау болып табылады. Келесі құттықтау сөз кезегі құрметті қонағымыз Астана қаласы білім басқармасының бас маманы Амангелді Асыл Амангелдиновнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, оқушылар қауымы, бізде мына мектеп басшылары отыр. Мынау 7-ші мектеп гимназиясына жалпы ақын ағамыздың, журналист ағамыздың мерейтойына бірінші келіп жатқан жоқпыз. Сондықтан осы Ғали Ормановтың 115 жылдығына ұйымдастырылып жатқан республикалық конференция
Барлығымыз осы іс-шараға қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Менің қолымда құттықтау хат тұр. Ақпараттық және қоғамдық министрлігінен және жоғары ғылым және жоғары білім министрлігінен сол екі құттықтау хатты оқуға рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар білім басқармасы басшысының атынан осы бүгінгі конференцияға қатысайын деп отқан ұстаздарға алғыс хатымыз бар. Осыны ойлап отырмын, мұғалімдердің көңілдерін көтеріп, осы тойдың алдында беріп тастаған дұрыс па деген. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ақын, публицист, ағартушы Ғали Ормановтың туғанына 115 жыл толуына орай ұйымдастырылған республикалық конференцияға шақырғаныңызға алғыс білдіріп отырып, сізге, сіздің ұжымыңызға мәдениет саласына қосып жатқан игі істеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз деп, оны біздің министр жолдап отыр екен. Екінші құттықтау хат, ол біздің ғылым және жоғары білім министрінен вице-министр жіберіп отыр. Қазақстан Республикасының білімі мен ғылымы саласында еңбек сіңірген қайраткері, ақын, ағартушы Ғали Ормановтың 115 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ әдебиеті тарихында өшпес із қалдырған көрнекті ақын Ғали Ормановтың мәдени мұрасы жастарды тәрбиелеуде, қоғам мен мемлекеттің өркендеуіне елеулі үлес қосып, халықтың рухани игілігіне айналды. Қазақ поэзиясының қалыптасуына, дамуына, өсіп өркендеуіне ерекше үлес қосқан ақынның шығармалары ұрпағының мәңгі жадында қалады деп сенеміз. Осы екі құттықтау хатты екі министрлік жолдап отыр екен, осы мектеп ұжымына. Марапаттау рәсіміне көшейік. Ғали Ормановтың ақынның нұрлы әлемі атты 115 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған республикалық семинарға белсене қатысқаны үшін артист Бақытжан марапатталады. Балекбаева Айгүл Аманжоловна марапатталады. Шекеров Аслан Сагадатович марапатталады. Макашева Қаракөз Сермахановна марапатталады. Тоқбергенова Жамиля Оңалбекқызы марапатталады. Утегенова Галина Маратовна марапатталады. Эмма Намановна Сайра Ирисбаевна. Утегенова Шолпан Маратовна марапатталады. Қош көрдік. Келіп отырған қонақтарға, мынау білім басқармасынан келіп отырған, әрқашанда осындай іс-шараға тығыз уақыт болса да уақыт тауып келіп отырған білім басқармасының бөлім бастығы Асыл Амангелдіқызына, білім басқармасының бас маманына, біздің кураторымыз 7-88-де қайда жүрсем де куратор болған Балым Мешітбайқызына, сіздерге СМО-дан келіп отырған барлықтарыңызға рахмет. Жанат Талғатовна мынау байқап отырған, мен енді ешкім жұлдыз жасамаса да өзімді Фейсбуктың жұлдызымын, гүлімін деп қоямын анда-санда өз-өзіме. Сонда қарап отырам, бүкіл Инстаграм, Фейсбукта лентаның бәрінде қандай жұмыс жасап жатсыздар қарап отырам. Көптеген ұшан теңіз жұмыстары атқарылып жатыр. Мынау Ғали атамыздың енді аруағы қолдай берсін сіздерді. Азған-тайған ғана бір сыйлығым бар. Мынау енді Ғали Ормановтың осы бүгінгі күні есте қалсын деп, осы семинар деп атап, мынау суретімен тағы бүгінгі күнді де жазып, бұл күнделікті және қаламы да Ғали Ормановтың 115 жылдығымен жазылған. Осыны мен білім басқармасына келетін қонақтар үшін кім келсе де деп, міне Асыл Амангелді сізге тапсырайын. Осы жерде осы Ғали атасының шашпауын көтеріп әрқашан жоғын жоқтап, жоғалғанын ескіргенін жаңартып, жоғалған затын, жоғалған хатын тауып, халыққа Фейсбукта болсын жариялап, газет, журналда ресми түрде бәрін жариялап отыратын осы артынан ерген өзінің журналист, міне атасына тартқан, атасының қаны тартқан, атасының қаны өзінің ет пен тердің ортасында қайнаған. Осы жерде жиені Ғали атамыздың Айдар отыр. Айдарға да осындай бір сыйлық алып келеді. Және мен сыйлық енді Жанат Талғатовна өзіңізге осы мұражайға кружкада жасадық, бәрін істегенбіз енді 110 жылдығында.
Сол міне бүгінгі күнге де аздап болса көптей көріңіздер, аман болыңыздар. Тойдың уақыты тойға алмаса кетсін. Келесі сөз кезегі Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы әдіскері Азимбай Нұржамал Каримбердиевнаға береді. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, рахмет. Мінекей бүгін үлкен дүркіретіп республикалық деңгейде керемет іс-шара жоспарлап, ұйымдастырып өткізіп отырсыздар. Енді Ғали Орманов ағамыздың да әруағы бір аулап жатқан шығар енді бүгін. Өте дұрыс ойластырылған жұмыс бұл. Өткізу керек. 2005 жылы ат берілген екен Ғали Орманов ағамыздың. Бұл атты ешқашан есімізден шығармай, ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға жалғастырып, дәл осы бүгінге дейін қандай тәрбие беріп жатса, осы тәрбиені әрі қарай жалғастыра беру керек. Сізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, семинарымыздың келесі бөлімі бойынша барлықтарыңызды бағдарламада көрсетілген кабинеттерге ашық сабақтар мен тәрбие сағаттарын көруге шақырамыз. Кабинеттерге мұғалімдер апаратын болады.